Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен кеспе көже тағамын жасайтын боламыз. Өзімнің әдісімен бөлісетін боламын. Бұл жерде қамырын қалай дұрыс үйлеуді және де шашырап әдемі бір-біріне жабыспай тұратындай етіп қалай дұрыс кесуді өз әдісімен бөлісетін боламын. Сондықтан арнамнан алыстамай каналға тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыз. Ең алдымен кеспе көженің подливін дайындап аламыз. Ол үшін бізге 2-3 пияз, сәбізді орташалап турадым және мені ет, қойдың еті мен тауықтың етін араластырып жасаймын. Бәрін дайындап турап алдым. Қазанға аздап сұйық май құйып алдық. Мен көжеге майды онша көп қоспаймын. Және бірінші алдымен пиязды қуырып аламын. Пияз бен сәбізді жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Екі-үш минут қуырылған пияздың үстінен етімізді саламыз. Етті де жақсылап 1-2 минуттай қызартып қуырып аламын. Көбінесе сорпа тағамдарында етті қатты қуырмаймын, өйткені еттің маңызы кетіп қалады. Осы ет қуырып атқанда керекті приправамен тұзды үстінен сеуіп, керекті мөлшерде ары қарай газдың астына жай қойып қуырып аламыз. Етті 1-2 минут қуырып алған соң, менде үйде жазда жапқан қызылша салаттан 2-3 шай қасық салдым. Томат қоспаймын. Осылай қуырып алған соң, үстінен керекті мөлшердегі суды құямыз. 2-3 литр су қойып, ыстық судан құйдым. Суымыз бір қайнаған соң, газдың астын жайға басып, қазанның қақпағын қиялап қоямыз. Енді қамырына кірісеміз. Ол үшін 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, және 50-60 граммдай мұздай су пайдаландым. Осының үстінен ұнымызды салып, қатты етіп қамыр илейміз. Көбінесе басқа тағамдарға қарағанда осы кеспе көже тағамның қамырын қатты етіп илейміз. Өйткені сорпаға салғанда қамырыңыз езілмей, әдемі дана-дана болып шығады. Ал егер жұмсақ етіп илеп қойсаңыз, сорпаға салғанда қамырыңыз езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан қамырды қаттырақ етіп илейміз. Қамырды илеп болған соң 15 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Одан кейін тағы да бір рет алып, жақсылап үстінен басып отырып, ұюын қандырып илейміз. Ұюы жақсы қанған қамырдың жайылуы да оңай болады. Видеода көріп тұрғандай менде қатты қамыр иленді. Енді осын тағы да 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Одан кейін жақсы ұю қанған қамырды алып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. 2 шетінен басып отырып, ортасын қатты баспай, қамырды жаямыз. Қамырды дөңгелек етіп жайып алған соң, 15 минутқа кеуіге қоямыз. Кеспе көженің қамырын кәдімгі бешбармақтың қамырынан сәл қалыңдау қылып жаямыз. Өйткені кескен кезде жұқа қылып жаятын болсақ, езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан бетіне ұн себелеп отырып, оқтауға орап, кесіп аламын. Енді осы қамырды тура 2-ге бөліп, кеспе көжеге арнап кесемін. Өзімнің ыңғайыма қарай 2-3 қамырдан алып, осылай орап отырып, жіңішке етіп кесіп алдым. Кесіп дайындап алған қамырларды осылай дастарханның үстіне жайып қоямыз. Арасы кеуіп, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Қалған қамырларды дәл осылай кесіп шығамыз. Етті 1-1,5 сағат қайнатып, піскеннен кейін картопын саламын. Картопты 10-15 минут қатты отта қайнатып, одан кейін барып үстінен кеспе саламыз. Кеспені осылай дайындап, дастархан үстіне жайып қойдым. Әбден кепкен соң, қазір қазанға салып пісіретін боламыз. Кеспені қазанға салмас бұрын газдың астын барынша шығарып, суымызды бұрқылдатып қайнатып аламыз. Керекті мөлшерде суды толықтырамыз.
үстінен кеспелерді салып алып 3-4 минут қайнатамыз. Одан көп қайнатпаймыз, қамырымыз етіліп кетеді. Тұзын көріп, дәміне қарай жетпесе тұз саламыз. Мінекей менде 2-3 минут қайнады, кеспеміз пісті. Осымен тамағымыз дайын, газынасын өшіріп қоямыз. 5-10 минут тұрған соң ыдыстарға қойып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Кеспесі езілмей, мұжылмай, дана-дана болып шықты. Осы бейне жазбам ұнаған болса, лайк басып, каналыма подписаться батырмасын басып тіркеліп, қолдап қойыңыздар.